Осындай адамдармен дос болмаңыздар. Басына іс түскен кезде намаз оқып, ісі тынған кезде намазын тастайтын адамдар Құдайды басына іс түскен кезде, Құдай деп басындағы тірлік шешілген кезде Құдайын ұмытып кететін адам бар ғой, семен дос болса да дәл солай болады. Жағдайың жақсы кезде семен дос болады, жағдайың нашар ма, онда сені демалдырады ол. Өйткені ол сен кімсің? Өзін жаратқан Құдайын солай алдап жүрген адам сені алдайды деп ойлай алмайсың ба? Намаз оқымайды, ниетім түзу, жүрегім таза. Ешкімге зияным жоқ дейді. Вообще біз зиян деген нәрсені не деп түсінеміз өзі? Сен оған өзіне қара дейді. Егер ол Құдайдың бұйрықтарын орындап жатқан жоқ па? Құдайдың өзіне бұйрық еткен намаз оразалары жоқ па? Онда ол өзіне өзі зиян беруші дейді. Адам мына жаратылыстың ішінде ең қатты өзін жақсы көреді. Соны айтады, өзіне өзі зиян берген адам бар ғой, ол басқаға зиян беру оған ешқандай қиын емес.